Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай Жамбыл облысынан шыққан ақын-жазушы аналарымыздың өмірінен библиографиялық шолу ұсынады. Жасарова Айша, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1941 жылы 24 қыркүйекте Тараз қаласында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөлімін бітірген. Еңбек жолын облыстық Ақжол газетінен бастаған. Қаратау қаласындағы 22-ші партсъезд мектебінде 20 жылға жуық ұстаздық еткен. Жамбыл облыстық қазақ драма театрында әдебиет бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарған. Ақынның тұңғыш кітабы «Жаз келді» деген атпен жарық көрген. 1986 жылы «Бақытым менің, соны соқпақтар» атты кітаптары басылып шыққан. Тараз қаласының 2000 жылдығына арналған «Тал бесігім таразым» атты таңдамалы жыр жинағы жарық көрді. Ақын жырлары сыршыл нәзіктігі мен тартымды. Шырын Мамасерікова, ақын, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. 1963 жылы Жамбыл педучилищесін, 1967 жылы Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік пединститутының филология факультетін бітірген. Еңбек жолын Меркі ауданындағы Гранитогор мектеп-интернатында мұғалім болып бастаған. Кейін аудандық халық ағарту бөлімінде методист, Меркі аудандық тарихи-өлкетану мұражайының директоры қызметтерін атқарған. Нәзік нақыш, Гәкку, Наз ерке, Жол құстары, Әулие бабам Сыпатай, Өлеңімнің әр жолы өмірбаян, Фатима, Асылдың сынықтары тағы басқа кітаптардың авторы. 10-ға тарта жыр жинақтарына топтамалары енген. Бірнеше рет республикалық, облыстық ақындар айтысының жүлдегері болды. Қазақстан Республикасы халық ағарту ісінің үздігі белгісімен, ерен еңбегі үшін медалімен, 2001 жылы Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хатымен, аудандық облыстық әкімшіліктің құрмет грамоталарымен марапатталған. Күләш Ділдақызы Ахметова, ақын, журналист, аудармашы. 1946 жылы 25 сәуірде Қырғызстан Талас ауданы Киров ауылында дүниеге келген. Жамбыл облысы Талас ауданындағы Үшарал орта мектебін бітірген. Жамбыл медициналық училищесін мейірбике мамандығы бойынша білім алған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін журналист мамандығы бойынша оқыған. Үшарал медпунктінде меңгеруші, Талас аудандық Ленин жолы, Республикалық Қазақстан пионері газеттерінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, Жалын баспасының поэзия бөлімінде редактор қызметін атқарған. Құт, Махаббат даусы, Жапырақ жаздың жүрегі, Орман атты кітаптары бар. Сен менің бақытымсың атты кітабы үшін ақын Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты атанған. Өлеңдері орыс, украин және түркі халықтарының тілдеріне аударылып, мектеп оқулықтарына енгізілген. Тәуелсіздіктің 10 жылдығына, Астананың 10 жылдығына арналған Республикалық жазба ақындар мүшәйрасының бас жүлдегері. Азаматтық үнінің айқындығымен, нәзік сыршылдығымен ерекшеленетін Ахметова Күләш апайымыздың шығармалары туған елді сүю, адалдық, достық, махаббат сезімдерін арқау етеді. Замандастың көңіл күйі, жан әлеміндегі құбылыстар, әйел тағдыры, ақынның лирикалық толғаныстарының арқауын құрайды.